Регистрацияны өткізіп Бастайық па? Құрметті ауыл тұрғындары, мына жол бойынша Қытай азаматтық инженерлік құрылыс корпорациясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қоғамдық жиналысын ашық деп жариялаймыз. Баяндамашы Рүстем. Саламатсыз ба, Мибулақ ауылының тұрғындары. Бүгінгі жиналыстың тақырыбы Қызылорда, Павлодар, Успенка, Ресей Федерациясымен шекарасы республикалық маңызы бар автомобиль жолының 314-346 километр және 346-369 километрін Қызылорда Жезқазған учаскесін, яғни 216-424 километр реконструкциялау үшін пайдаланылатын Ұлытау облысының Ұлытау ауданында орналасқан 8 учаскеде километр 319, 329, 339, 352, 362, 367, Сарытас 3 және ПГС 330 кент аралған пайдалы қазбаларды өндіру жөніндегі тау-кен жұмыстарының жоспары сізге ұсынамыз. Алдын ала регистрацияны өтейік, екі тілде. Жанчау там на 2 сзади 2 листа на казахском. Бұл жобаны тапсырышы жиналысты бастамас бұрын біз стандартны төраға мен хатшыны сайлау өтейік. Төраға ретінде Ғазиз ағаны ұсынам, хатшы ретінде Мубарак Рүстем Габиденович. Соған қарсылық жоқ па? Қарсылық жоқ. Жиналысты қазақ тілінде өткізуге ұсынамын, соған дауыс беруге ұсынамын. Жақтайды бәрі, жақтайды. Регламент айта кетейін. Регламент бойынша яғни жиналыстың ашуы 5 минут, баяндаманы оқу 10 минут, сұрақ жауаптар 10-15 минут және қорытынды жасау 5 минут. Регламентке қарсылық жоқ па? Жоқ. Енді жиналысты бастайық. Бұл жобаның тапсырышысы Қытай азаматтық инженерлік құрылыс корпорациясының жауапкершілігі шектеулі қауымдастығының Қазақстан Республикасындағы филиалы болып табылады. Кен өндіру жоспарын жетуші жер қойнауы жасаған. Ең жақын елді мекен Мибулақ ауылы болып табылады. 30 километрде, 33-7 километр на 8 участоктардан. Жалпы аумағы 158 гектар болып табылады. Алдыңғы картада көрсетемін ғой. Мына Стеколдың участоктары. Алдында жұма күні келген China Railway Construction. Енді мына 314 километрден бастап мына Мибулақтың ауылының повороты, мына 369 километрге дейін мына өкілдері жасап жатыр осы карьерлерді. Яғни мынау бірінші карьер 309, екінші, үшінші, мына ПГС осы жерде орналасқан, 4-ші, 5-ші, 6-ші, 8-ші, 7-ші, 8-ші карьер. Жолдың бойында бәрі орналасқан. Жолдың мына бетінде, яғни Қызылордадан келе жатқан кезде сол жақта. Газопроводтың арғы бетінде. Батыс жағында. Енді экологиялық заңнамасына сәйкес ең жақын елді өз жалғыз елді мекен Мибулақ болып табылса, осы жерде өткізіп жатырмыз. Бұл қазу мерзімі мыналарда бірақ айрықша 3 жыл болып табылады. Алдыңғы екі Қытай компаниясы 2 жыл болып қазылды ғой. Мына
Қытай азаматтық компаниясында инженерлік құрылыс 3 жыл болады ол участокта. Өйткені несілер жолдың өзінің проектісі мосттар скотопроводный өте көп болған. Сондықтан оларда 760 па 770 календарный күндер жасап кету керек. Ол 3 жылға созылды. Яғни учаскелерді игеру мерзімі 3 жыл болып табылады. Жалпы ең терең карьер осы жерде 5 метр болып табылады. Қалғандары 3-4 метрден тереңдігі. Бәрі топырақ карьер, яғни грунтовый карьерлер. Грунтовый карьерлердің қазу әдісі ол ашық түрде карьер болып істелінеді. Яғни экскавационный способмен ашылады ол. Енді мына жобаның екі кері әсері бар неге қоршаған ортаға. Ол шаңдату мәселесі және қатты тұрмыстық қалдықтар. Алдында қарай стандартны шаңдату мәселесін біз водовозбен су себіліп сондай іс-шара қарастырғанбыз, яғни шаңдатуның процесін бастыру үшін. Ал қатты тұрмыстық қалдықтарды біз немен контейнерді промбазаларда қарастырғанбыз, яғни темір контейнер ауызы жабылатын. Сол жерге қоршаған ортаға лақтырмай, именно контейнерге жинап, соған салып, утилизацияға салып жіберу керек, қажетті инициатор деген. Қытай азаматтық инженерлік құрылыс корпорациясы. Сондай. Енді сумен қамтамасыз ету екі түрі болады. Ол техникалық және ауыз су. Ауыз су бутилированный оларды бутылкамен тасиды. Техникалық ең жақын елді мекендерден, жақын өзендерден алады оны бұйырса. Оған арнайы спецводопользование деген рұқсаты бар, ол бөлек управлениеда алады табиғи ресурстарды. Енді бәрі түсінікті ғой. Орналасқан жерлері мен баяндама аяқталды деп санаймын. Сұрақтар, жауаптарға көшейік. Сұрақтарыңыз бар ма? Кісілер бірінші рет келіп отыр, компанияның адамдары. Алдыңғы басқалар болды. Яғни 7-8 лот стек ол. China Rail Construction ол 9-10. Мыналардың лоттары 11-12. Сөйтіп 8 лотпен бөлінген трасса. Енді тағы бар ма келетін? Одан кейін? Ертең тағы келеді. Ол 14 пен 13 лот. Яғни жалпы мына жолдың бойында 4 компания мына жерде лотпен бөлінген. Бірақ та ертеңгі компанияда ол 3 карьер болады. Өйткені мына 397 километрге дейін уже Жезқазған қаласы басты. Талаптың сельский округі. Ол Жезқазған қаласына жатады. Әкімшілік аумақтық немен. Сосын ол ертең келіп бұйырса. 10-да. Бригаданы сіз болдыңыз сонда? Жоқ, мен жобалаушымын ғой. Геолог. Бізді айтатын сұрағымыз, біздің качество есту керек та жолды. Анау біраз қызылорда жақта айтып жатыр жігіттер. Уже волна пайда болған ғой, волна дейді былайша жолды бар. Біз ондаймыз бізге надежный жол болмақ қой. Өте істесем ол. Қызылорда жақта айтып жатыр жігіттер, волна бар. Просят, чтобы качественную дорогу сделать. Қазақша түсінбейді ма Қытай? Түсінемін. Сол үшін орысша аударым. Арнайы. Орысша түсінсе де жақсы ғой. Тағы бір сұрақтарыңыз бар, мына өкілі отыр мына жерде Қытай азаматтық корпорациясы. Ауылдан жұмыскер ала ма деп сұрасаңызшы. Просят вас представиться и вопрос. Да. Меня зовут Шан, я представитель компании Китайская гражданская инженерно-строительная корпорация. Мы являемся подрядчиком ресурсной автодороги километр 314 по 369. Это протяженностью примерно 55 километров. Если какой-то вопрос, можно мне задавать. На работу берете людей? На работу человек. На работу? Да.
Да, конечно, сейчас мы как раз в такой стадии как бы, начинания вот строительства. Мы сейчас нанимаем местных как бы, рабочих и машинисты, операторы. Сейчас все. Можно ваши контакты? Кем вы хотите работать? Нет. Просто. Есть какой-то вопрос? сол тағы сұрақтар қойыңыз мына жерде әдейі келіп тұр Қытайдан жол салған енді Тамақты қайда аласыңдар десеңізші. продукты питания откуда вы будете закупать спрашивают Олардың тендермен келеді ғой. Поварлардың бәрі тендермен шығады ғой. жоқ алдында әкім айтқан ғой мына фермерлерден алсын етті мына яғни до этого был вопрос, где вы продукты питания берете, мясо там, и просили, вот, и что аул может обеспечить этот фермер здесь? Да, конечно, мы рассматриваем. Ну, извиняюсь, я китайский, знаю только русский и китайский, поэтому я говорю по-русски. Да, в общем, по этому вопросу уже много к нам обращались, и в городе Атамген там тоже вызвали местного фермера и поставщика, чтобы нам все эти продукты поставлять. И, в общем, у нас есть специальный торговец, человек, этим специально занимается. И так, мы сейчас пока мы только покупаем все это мясо, продукты с города на рынке, там мечта, еще до базара. Но потом у нас будем обязательно договор поставки продукты с определенного поставщика. Думаю, что если можно оставить ваши контакты, я вам все передам нашей торговице, будем с вами контактировать, я покажу этот вопрос. Жарайды осы нақты жолға корейлерге яғни сұрақтарыңыз бар ма қорытынды жасайық келесі Неге 3 жылға дай отырсын, 3 жылға шейін жол бітпейді деген сөз ғой. жоқ мына төртеуінің ішіндегі компанияның Соны айтамын, мен 3 жыл. оларда 2 жыл Иә, түсіндім ғой. тек мына Қытай азаматтық корпорациясында 3 жылға олар Неге? контрактта солай сөйтіп жазылған олар Рұқсат берілген жылы ма? иә 3 жылға оларға именно осы участокты 3 жылға Біткенше ғой үшін. иә Сонда 3 жыл істейме дегенім ғой. оларда ең жалғыз олар 3 жыл мерзімі бар Бұл қанша келеді мынау қай жерге шейін сонда бұлар? мына 314-тен 369-ға дейін 69-ға дейін Бұл қай жер сонда жобасы? мына бастауы мына аяқтауы мына Мибулақтың повороты мына жерде Мынау ма? иә мына Мынаған шейін ғой. мына 55 километр Бізге былай қарай жақсы болу керек. Олар 2 жылда бітеді ме олар? мыналар 2 жылда деп қарастырылған мыналардың 3 Мынау жаңағы Қызылорданың шекарасы осы жер ме сонда? жоқ Қызылорда шекарасы осы жерде Бұлар 2 компания ғой. мына жерде бәрі жазылып тұр Түсіндім. Жақсы. Екінші жинастыру істей береді. Кешен біріншісі. тут қорытынды аяқтайық мына жиналыстың бәрі жақтай ма осы проектті иә Жақтаймыз. Қалдыбай жақтайсың ба? дауыс беруге сұраймын дауыс беру сұраймын Қолдар көрейін. иә бәрі все за Бір ауыздан. бір ауыздан қабылданды енді назарларыңызға рахмет аяқталды